Барлығыңызға сәлем достар, сіздермен Ақмарал. Бүгін сіздермен алғаш жасағаннан ақ мінсіз, әдемі, дәмді болып шығатын сметанниктің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, қопсытқыш, бөлме температурасында еріген сары май, қант, жұмыртқа керек болады. Міне осылай ұнымызбен қопсытқышымызды екеуін араластырып, електен өткізіп аламын. Үстіне қантты салып, жаңағы сары майымызды салып, барлығын бірге араластырамын. Міне барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз. Бізде песочный қамыр шығу керек. Содан соң бір жұмыртқаны салып, енді қамыр қылып барлығын біріктіретін боламыз. Міне осындай жүп жұмсақ әдемі қамыр болып шықты. Енді дайын болған қамырымызды салафан пакетке салып, оны 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоятын боламын. Міне қамырымыз 30 минуттай тоңазытқышта тұрды. Енді оны алып, формамызға салып, қолмен осылай форма жасап шығамыз. Қолыңызға қатты жабысып кетіп жатса, кішкене ұн пайдалансаңыз болады. Менде осындай 28 сантиметрлі форма. Сіз өз қалауыңызша формаға салсаңыз болады. Ең бастысы жан-жағына толық жеткізіп, қамырымызды жасауымыз керек. Енді ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін біз ыдысымызға қаймағымызды салып аламыз. Менде дүкеннің қаймағы 20%. Үстіне қант, жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламын. Салмасын ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Енді осы дайын болған салманы қамырға құямыз. Мен пешті алдын ала 180 градуста қыздырып қойдым. Қызып тұрған пешке саламыз. 30-35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Пирог піскен соң беті кішкене сарғаятын болады. Пирогты тек формасынан толық суыған кезде ғана шығарып алатын боламыз. Менде 2 сағаттай уақыт кетті суына. Егерде мұздатып алмай кесетін болса, онда ортасындағы салмасы ағып кетуі мүмкін ыстық кезінде. Сол үшін асықпай суытып кескен жөн. Міне осындай әдемі болып шығады. Өте дәмді. Ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де менің осындай дәмді рецептерім сіздерге ұнап жатса, видеоның соңына дейін қарап жатсаңыздар, маған лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.